Сәлем достар, бүгін сіздермен жіктеу есімдіктерін үйренеміз. Жіктеу есімдіктерінде қазақша айтқанда мен, сен, ол, және біз, сіздер немесе сендер, және олар деген сөздер арабша қалай болады? Араб тіліндегі сол бірінші жақ, екінші жақ, үшінші жақ, яғни мен, екінші жақ сен, үшінші жақ ол. Мына жақ жекеше, мына жақ көпше түрі. Және араб тіліндегі бір ерекшелік әйел-тегі және ер-тегі болып бөлінеді. Қазақ тілінде ондай әйел-тегі, ер-тегі жоқ. Мысалы, әна деген мен, нахну біз, яғни көпше түрі. Бұл әйелге де, ерге де ортақ қолданылады. Әнтә сен, әнтум сендер. Бұл е деген мына ер-тегінде, ер кісіге айтылады. Әнти сен, әнтә сен деп ер кісіге, әнти сен деп әйел кісіге айтамыз. Әнтунна сендер. Және әйел кісіге сендер, әйел кісілер деп әйел тегінде айтады. Хуа ол ер кісі, хум олар ер кісілер. Және хия ол әйел кісі, хунна олар әйел кісілер. Және тағы бір қосымша мәлімет, араб тілінде қазақ тіліндегідей анайы сыпайы деп бөлінбейді, яғни сіздер немесе сіз деп айтылмайды, тек қана сен болады. Араб тілінде сіз деген жоқ. Жасы кішіге де үлкенге де осылай айтыла береді.